Сәлем баршаңызға, құрметті көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бірге шоколадты осындай өте ерекше формада дайындалатын панчо деп аталатын тортты жасайтын боламыз. Ендеше менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Біз ең алдымен бисквитін дайындаймыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, сұйық май, су, сүт және қант, содан соң ұн және қопсытқыш, какао және ванилин керек. Ең алдымен біз ыдысымызға жұмыртқаның барлығын жарып салып аламыз. Содан соң үстіне қанттың барлығын саламыз да, содан соң ванилинді салып, жақсылап миксердің жай жылдамдығынан жоғары жылдамдығына дейін минут сайын көтере отырып миксерлейміз. Бұл жерде біздің жұмыртқамыздың көлемі ұлғайып, үлпілдек болады және түсі ағарғанша, осылай кішкене қоюланғанша миксерлейміз. Міне осымен дайын. Енді үстіне сұйық заттарымызды құямыз. Бірінші біз сүтті құямыз, содан соң суды, содан соң сұйық майды құйып, тағы да бір тез-тез 1-2 минуттай миксерлеп аламыз. Енді келесі кезекте құрғақ ингредиенттердің барлығын біріктіретін боламыз. Ол үшін ұнның үстіне какаоны, содан соң қопсытқышты салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бұл жерде сұйық ингредиенттерді міндетті түрде еліктің көмегімен өткізіп салу керек. Егер де еліктен өткізбей салсаңыздар, құрғақ ингредиенттердің ішінде кейбір қоқыстар өтіп кетуі мүмкін. Және де біздің бисквитіміз үлпілдек болуы үшін осылай міндетті түрде електен өткізу керек. Және бұл жерде миксерді пайдаланбаймыз, міндетті түрде осындай лопатканың көмегімен жоғарыдан төмен қарай араластырамыз. Қатты көлемін басып жібермейміз, жеңіл түрде араластырамыз. Біздің ұнтағымыздың барлығы бірігуі керек. Міне бізде шоколадты масса дайын болады. Енді осындай 4 бұрышты, яғни противенімізге саламыз да барлығын жақсылап тұрып тегістеп шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30 немесе 20 минуттай пісіріп аламыз. Енді крем жасаймыз. Кремге қант және қаймақ керек. Қаймақ пен қантты біріктіріп, жақсылап тұрып араластырамыз. Бұл жерде мен қантты араластырдым. Сіздер қант ұнтағын қолдансаңыздар да болады, сол тезірек ерейді. Бірақ мен қантты қолдандым. Қантта кішкене тұрса өзі еріп, біркелкі осындай крем шығады. Міне біздің бисквитіміз де дайын болып пісті. Міндетті түрде ағаш таяқшаның көмегімен осылай әр жерінен тығып тексеріп көріңіздер, егер құрғақ болса пісті деген сөз. Бисквитіміз толық суығаннан кейін кесетін боламыз. Кесу үшін осындай мен сияқты ыдыс алсаңыздар болады, немесе торттың формасымен кесеміз. Менде бұл жерде бұл ыдыстың диаметрі 22 диаметр, яғни осы ыдыстың ішінде істейтін боламын. Осылай бірінші дөңгелек етіп кесіп аламыз, ал қалған жерлердің барлығын майда шаршы етіп кесіп шығамыз. Бұл тортқа ешқандай пропитка керек емес, өйткені бұл торттың ішінде, яғни құрамында сүт, су барлығы бар және ылғалды, күшті болып шығады осы бисквит. Енді келесі кезекте тортымызды жинаймыз. Осы ыдыстың ішіне осындай целлофанды саламыз да, жаңағы квадраттардың барлығын кремге аунатып, жаңағы ыдысымыздың ішіне саламыз. Осылай тортымызды құраймыз. Ал ең соңында жаңағы дөңгелек етіп кесіп алғанды үстіне қоямыз. Және бұл торттың ішіне, яғни начинка қылып, салмасы ретінде ананас немесе грек жаңғағын салсаңыздар болады. Бірақ та маған ол ұнамайтындықтан салған жоқпын.
міне осылайша біз тортымызды жинап болдық. Қалған кремнің барлығын астына жағамыз да жаңағы ең бірінші кесіп алған дөңгелектеп кесіп алған бисквитті үстіне қоямыз. Сосын барлығын қымтап жабамыз да пленкамен бір түнге немесе 3-4 сағатқа тоңазытқышқа жібереміз. Міне осымен тортымыз дайын болып қалды. Енді кезек сәндейміз. Осылай ыдысқа төңкеріп саламыз да жаңағы целлофанның барлығын алып тастаймыз. Және жаңа артылған кремнің барлығын бетіне құйып, жақсылап тегістеп жағып шығамыз. Бұл жерде менде қаймағым сұйылып кеткен болатын, бірақ сонда да осылай әдемілеп жақтым. Енді бұл тортымызды өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай сәндесеңіздер болады. Мен осылай кондитерский мешокқа шоколадты салып еріттім. Содан соң осылай дөңгелектеп узор салып шықтым. Ал торттың астына әдемілік беру үшін осылай жыржаңғақты майдалап алдым да, осылай әдемі қылып, шет-шетіне кішкене қылып, бір сызық қылып жүргізіп шықтым. Міне осымен біздің тортымыз дайын. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осылай оп-оңай болып дайындалады және ерекше болып дөңгелек болып көрінеді. Және бисквиті де өте ылғалды, жұмсақ болып келеді. Дәмі деген өте күшті болып шыққан және қаймақты крем мен бисквиттің үйлесімі өте күшті келген. Міне осымен біздің тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Раушан.